Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен Сыгаева Қымбат Сайдоллаевна, химия пәнінің оқытушысы. Бүгін қыркүйектің 7-сі. Бүгінгі біздің алғашқы сабағымыздың тақырыбы атом құрылысының заманауи теориясы, атомдардың электрон қозғалысы. Сабағымыздың мақсаты химия және физика курстарынан алған білімдеріңді қолдана отырып, атомдардағы электрондардың қозғалысы туралы толығырақ мәлімет алу. Өздерің мектеп курсынан білетіндей, біз бүгін сендермен Менделеевтің периодтық заңы, периодтық жүйесі, химиялық элемент туралы білімдеріңді одан әрі толықтырамыз. Менделеев 1869 жылы периодтық кестені ашқан болатын. Кестеде 7 период, 8 топ, топтың өзі негізгі және қосымша топшалардан тұрады. Сонымен қатар лантаноидтар және актиноидтардан тұрады. 1869 жылы Менделеев периодтық жүйені ашқан кезде периодтық заң дүниеге келді. Элементтер мен олар түзетін жай және күрделі заттардың қасиеттері сол элементтердің атомдық массасына периодты түрде тәуелді болады деп периодтық заңда айтылған болатын. Период дегеніміз атомдық массаларының өсу реті бойынша орналасқан элементтер қатары. Периодтық жүйеде 7 период, 10 қатар, 8 топ бар. Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық жүйесінде элементтер белгілі бір заңдылыққа сәйкес орналасқан. Яғни олар атом ядро заряды және атомдық массасының өсу реті бойынша орналасады. Осы периодтық жүйеде орналасқан элементтер, оның ішінде фосфорға сипаттама бере кетейік. Таңбасы П, периодтық жүйеде орналасқан орны 5-ші қатар, 3-ші период. Демек, оның салыстырмалы атомдық массасы 15, реттік нөмірі 15. Атом құрылысы, яғни энергетикалық деңгейі 3 қабаттан тұрады. Яғни 3 қабаттан тұру себебі оның 3-ші периодта орналасқандығын дәлелдейді. Тотығу дәрежесі -3, +3 және +5 тотығу дәрежесін көрсетеді. Периодтық жүйеде тігінен орналасқан элементтердің қатарын топтар деп атайды. Бірінші топта сілтілік металдар, екінші топ сілтілік жер металдар, яғни оған д элементтер, ауыспалы металдар, мыс, мырыш, темір, хромды жатқызуымызға болады. Алтыншы топ халькогендер, жетінші топ галогендер, яғни фтор, хлор, бром, йод, астат, бұлар галогендерге жатады. 8-ші топ асыл газдар, неон, аргон, криптон, ксенон, бұл асыл газдардың барлығы 8-ші топта орналасқан. Бірінші периодта орналасқан элементтердің орбитальдары 1s қабатымен аяқталады. Екінші топта, яғни екінші периодта орналасқан элементтердің орбитальдары 2s, 2p орбитальдары тән болады. Үшінші периодта орналасса 3s, 3p орбитальдары тән. Яғни, осы орбитальдардың алдында тұрған 3, 2, 1 деген сандар олардың қайталану ретін білдіріп отырады. Енді балалар, периодтық жүйе бойынша қандай жаңалықтар бар екен, бейне жазбаға көңіл аударыңдар. Ғылым таппай мақтанба, Ұлы Абайдың сөзі қазарде құнын жоғалтқан жоқ. Зерттеуші ғалымдардың арқасында Менделеевтің периодтық кестесі жаңадан 4 элементпен толықты. Бұл ақпаратта Евроньюз сайты хабарлады. Тарихта тұңғыш рет Азия құрлығының зерттеуші ғалымы жаңа элементтерді ашып отыр. Жапониялық профессор Морита жылдар бойы тың дүниенің бар екендігін дәлелдеумен келеді. Тіпті бұл элементті ғылыми ортада 3 мәрте ұсыныпты. Ғалымның еңбегі еленіп, жаңа элементке Япония атауы берілді. Химиялық кестеден жаңадан орын тиген 115-ші, 117-ші және 118-ші элементтерге атау беру Америка мен орыс ғалымдарына бұйырды.
Менделеев кестесі соңғы рет 2011 жылы жаңа элементпен толыққандығын айта кетейік. Енді кестенің 7-ші қатарында бос орын мүлде қалған жоқ. Демек балалар, периодтық жүйеде қазіргі таңда 113 элемент бар екен. Біз жоғарыда айтып кеткендей S, P, D элементтер болады дедік. Яғни S элементтердің пішіні шар тәрізді, P элементтердің пішіні гантель тәрізді. Мына көріп отырғандардың D электрон бұлтының пішініменен бағытталуы көрсетілген болатын. Енді балалар, келесі бейнежазбаға көңіл аударамыз. Не туралы айтылған? Бізді қоршаған әлем атомдардан құралған. Демалатын ауамызда, жерде, тіпті өзіміздің денемізде атомдардан тұрады. Атомдар кез келген материяның кішкентай құрамдас бөлігі. Олардың қаншалықты шағын екендігін елестетудің өзі қиын. Атомның ені миллионнан 1 миллиметрдің 10-нан 1-ін ғана құрайды. Бір түйір құмның өзінде триллиондаған атом бар. Бұл өте қуатты электронды микроскоптың көмегімен түсірілген атомдардың суреттері. Мынау жылтыраған кремний. Ал мынау көміртегі атомдары. Әртүрлі элемент атомдары бір-бірінен ерекше болғанмен барлық атомдарға тән. Мейлі ол алтын немесе гелий болсын, ортақ түпкі құрылым бар. Әр атом 3 негізгі элементар бөлшектерден тұрады. Олар протондар, нейтрондар және электрондар. Атомның көп бөлігі бос кеңістік. Оның ортасында шағын ғана тығыз шар болады. Оны ядро дейді. Протондар мен нейтрондар ядроның ішінде орналасады. Ядро атом көлемінің триллионнан 1 бөлігін ғана құрса да, атом массасының басым бөлігі осы ядроға келеді. Протондар әрдайым оң зарядталған, ал нейтрондардың заряды болмайды. Ядроны қоршаған бос кеңістіктегі мына кішкентай нүктелер теріс зарядталған электрондар. Олар атомды айнала қозғалады. Атомдағы электрондар саны мен протондар саны тең келеді. Оң және теріс зарядтар тең болғандықтан, атомдар әрқашан бейтарап болады. Атомдарды бір-бірінен ерекшелейтін протондар саны. Ол атомдық нөмір деп аталады. Сол арқылы алтынның алтын, ал мыстың мыс екені анықталады. Ең жеңіл атом сутек атомы, ол бір ғана протоннан тұрады. Атом құрамында 2 протон болса, онда ол гелий, 8 протон болса, оттегі атомы болғаны. Атом құрамындағы электрондар мен протондардың саны бірдей болғандықтан, атомдық нөмір атомдағы электрондардың саны жайлы да дерек береді. Ол өз алдына элементтің реакцияға түсу қабілетіне ықпал етеді. Сонымен көзге көрінбесе де атомның рөлі ерекше зор. Әрбір жеке дара атом және олардың жиынтық құрылымы бізді қоршаған ортаны құрайды. Демек балалар, атом дегеніміз элементтің химиялық қасиетін сақтап тұратын ең кіші бөлшек. Атом оң зарядталған атом ядросынан және теріс зарядталған электрондардан тұратын электробейтарап бөлшек. Енді балалар, атомдардың электрондарда таралу туралы бейнежазбаға көңіл аударайық.
атомдық нөмірі 20-ға тең болатын, айналасында ешқандай электроны жоқ атом ядросын елестетейік. Ядроны электрондармен, олардың саны протондар санына тең болғанша толтырайық. Бірінші электрон ядроға жақын ең төменгі электронды қабатта орналасады. Екінші электрон да сол қабатта орналасады. Бірінші қабатқа бұдан артық электрон сыймайды, себебі ол толықтай екі электронмен толтырылған. Сондықтан үшінші электрон келесі энергиясы жоғарырақ екінші қабатта орналасады. Бұл қабат 8 электрон қабылдай алады. Екінші қабат толтырылғаннан кейін, келесі электрондар үшінші электронды қабатқа орналасады. Үшінші қабат ең көп дегенде 18 электрон қабылдай алады. Алайда бұл қабат 8 электронмен толтырылғаннан кейін, атом айтарлықтай тұрақтылыққа ие болады да, келесі екі электрон төртінші қабатқа барады. Қалған қабаттардың толтырылу ережелері бұдан да қиын. Электронды қабаттар энергияларының өсу реті бойынша толтырылады. Ең жоғарғы толтырылған қабаттың энергиясы қаншалықты аз болса, тұтастай атомның энергиясы да сәйкесінше аз болады. Сонымен балалар, үй тапсырмасы тақырып бойынша жоғарыда берілген мәліметтерге сүйене отырып, қысқаша конспект жазу. Екінші тапсырма, берілген кестені үлгі ретінде ала отырып, өздеріңнің таңдауларың бойынша элементті таңдап, осы кестені толтырасыңдар. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, сау болыңдар, келесі сабақта кездескенше.